басып сөйтіп отырыңыздар, иә? Сіздер ыңғайсыздау отырып қалыпсыздар, иә? Тоққа бөлінбеді. Қазір мен 15-15 минуттан барлықтарыңызға кіріп шығамын. Айтып жатқанды ескертемін. Жігіттің жаңарумен, оянуымен қатар келген біздің 8 наурыз мейрамдарыңызға құттықтаймын. Келе жатқан ұлыстың ұлы күні құтты болсын, көңілдеріңіз, өмірлеріңіз гүлдей жайнасын. Енді барлықтарыңыз білетін Аппақ гүлдер әнін бірге хормен орындасақ. Өмірім көріп сені өзгердім, сүйіп сені өмірім жұлдыздарға теңедім, сөз таппаймын айтуға менің жүрегім қысылып, көзімде де жүрсің ғой, Аппақ гүлдер, Аппақ гүлдер, Аппақ гүлдер осыным. Сөз таппаймын айтуға менің жүрегім қысылып, көзімде де жүрсің ғой, Аппақ гүлдер, Аппақ гүлдер, Аппақ гүлдер осыным. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Гүлдей жайнап жүріңіздер. Енді осы топтар бойынша топқа бөлініңіздер, түс бойынша, түстер бойынша топқа бөлініңіздер. Мына жаққа қызылдар келсеңіздер, сіздер қызылдар келіп отыра қойыңыздар. Мына жаққа сарылар, тағы келе жатыр, қыздар. Мына баласының мықты болғанын қаламайтын ата-ана, алдындағы шәкіртінің мықты болғанын қаламайтын ұстаз жоқ шығар, иә? Ал енді осы мықты болсын деген сөздің астарында басқалардан мықтырақ болса екен деген бір жасырын қалау бар екен. Адамда, енді әркімнің ішінде жататын, бұл бәсекеге қабілеттілік деген, иә? Ал енді қалай ойлайсыздар, қалай бала мықты болу үшін, өмірде жетістікке жету үшін қандай дағдылар бойында болу керек? Сіздерге осы 5 топқа сұрағын жазып қойын, мен сол 5 топқа сұрақтар бердім да, осы ойларыңызды білдірсеңіздер. Бұл миға шағылу әдісі. Ал үшеуміздің біреуіміз шығып, қысқа ғана қандай дағдылар болу керек деп ойлайсыздар. Мысалы, бірінші топ, ұстаз ретінде шәкіртіңіздің бойында қандай дағдылар болғанын қалар едіңіздер. Екінші топ бізде ата-ана ретінде балаңызда қандай дағдылар болғанын қалар едіңіздер. Үшінші топ, сіз оқушысыз. Сіздің бойыңызда қандай дағдылар болу керек деп ойлайсыз. Төртінші топ, сіз ересек адамсыз. Өмірде жетістікке жету үшін адамда қандай дағдылар болу керек деп ойлайсыз. Бесіншісі, сіз басшысыз. Қызметкеріңіздің өз мамандығын жетік білгеннен бөлек қандай дағдылары болғанына мән бередіңіздер. Енді сіздерден өтініш, қысқа ғана осындай дағдылар деп біреуіңіз шығып, жаңағы әр топтан бір мұғалім шығып айтса. Жаңағы балалар орныңызда тұрып сөйлесеңіздер болады. Ортаға шықпай, орындарыңыздан тұрып. Енді басқа топтар бәрін беріп отырыңыздар. Сіз ересек адамсыз, өмірде жетістікке жету үшін адамға қандай дағдылар болу керек? Ең бірінші адамда мақсат болу керек. И сол мақсатқа жету үшін адамда қайсарлық, жерлік керек, одан кейін жаңа мойымау керек. Кез келген нәрсеге мойымай, тек қана сол алға қойған мақсатқа жету қажет. Тамаша, қандай сұрағыңызды келесі
ата-ана ретінде балаңызда қандай дағдылар болғанын қалар едіңіз деген сұрақ келіп тұр біздің топта. Кез келген ата-ана баласын белсенді болғанын қалайды, көпшіл болғанын қалайды, мейірімді болғанын қалайды, және белсенді бала барлық жерде де әрқашанда белсенді және ұйымдастырушылық қабілеті болса керемет болар еді деп топшаламыз. Бізде сіз басшысыз, студенттеріміздің өз мамандығынан білгеннен бөлек қандай дағдылар болғанын мән берер едіңіз дейді. Бірінші адам болғаннан кейін адамның бойында адамгершілік қасиеті өте жоғары болу керек. Балалармен жұмыс жасаған кейін балаларды сүю керек, оларға өз баласындай тәрбиесін беру керек деп ойлаймын. Және де ол көпшіліктің арасында жұмыс істеген кейін үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білу керек. Рахмет. Ұстаз ретінде шәкіртіңіздің бойында қандай дағдылар болғанын қалар едіңіз? Ұстаз ретінде мен шәкіртімнің ең бірінші бойында зеректікті, сосын ынталы, сезімталы, жігерлі, мінезі ашық, ойшыл болған қалыптасқан. Рахмет жауабыңызға. Сіз оқушысыз дейді. Сіздің оқушының бойында болатын ең жақсы дағды ол біріншіден талап. Оқушы өзін талап қоя білу керек. Қызығушылық, өзін пәнге деген. Одан кейін сабыр, сол пәнді сабырмен ынта жігер керек. Соны үйрену керек. Солар болу керек. Шығармашыл болу керек. Жақсы. Жауап бермен біз бүгінгі шебер сыныптың тақырыбын ашып отырмыз. Бүгінгі шебер сыныптың тақырыбы білім алушылардың soft skills дағдыларын дамытуда белсенді әдістерді қолдану. Сабақтың мақсаты soft skills дағдыларын дамытудың маңыздылығын талдау. Білім алушылардың soft skills дағдыларын дамытуда педагогикалық тәсілдерді оқу процесінде қолдану. Сіздерге қысқаша сұрақ. Енді біз осының дағдыны бастамашты. Soft skill деген не мағына? Скрин деп жатыр. Мен келешегім соған. Келесі. Қазір кәсіби салада бұл сәнді термин. Бұл терминді тікелей аудару мүмкін емес, бірақ бұның мағынасы soft skills дағдысы бұл икемді дағдылар. Жұмсақ дағдылар деген балама аудармасы бар. Яғни екі дағдының біреуі soft skills, біреуі hard skills. Hard skills бұл қатаң дағды. Мысалы, жаңағы маманның өзінің жетік меңгерген кәсіби дағдысы болады. Ол, мысалы, аудармашы дейік, ол тілдің сол тілді жетік меңгергенмен бөлек soft skills болу керек. Hard skills дегеніміз қатаң дағды. Міндетті ол дағдыны біз тексере аламыз, салыстыра аламыз. Ал soft skills дағдысын біз бұл дағдыны тексере қиындау, бірақ талғампаз адамдар білінеді екен. Мына жерде жазылған аясы тар, күнделікті жұмыс барысында нақты міндеттерді шешу үшін қолданатын дағды бұл hard skills, қатаң дағды. Яғни тікелей кәсіпке байланысты. Ал енді икемді дағды деп soft skills дағдыларын айтамыз. Жұмыс қазіргі 21-ші ғасырда жұмыс берушілер тек қана мамандығын ғана қарап таңдамайды екен. Себебі қазір жұмыс тапшы, жұмыс іздеушілер көп. Олар таңдаған кезде икемді дағдысына көп мән береді екен. Себебі өмірде табысқа, жетістік келесін ашасақ. Табысқа жету үшін бізде soft skills дағдылары 85% рөл атқарады екен. Ал hard skills 15% адамдардың жетістікке жетуінде рөл атқарады екен. Енді бұлар дағдылар адамға көбінесе туылар беріледі екен. Туылғаннан берілетін қасиеттер. Яғни біз бұл қасиеттер қазір қандай қасиеттер осы мақсатқа жаңағы мақсат кешенді тапсырмаларды шеше алуы, сыни ойлай алуы, шығармашылықпен ойлауы, адамдарды басқара алуы, командамен жұмыс істей алуы, өзінің эмоциясын басқара алуы, өз ой пікірін еркін айта алуы, ортаға бейімделуі, келісім жүргізе алуы, тұрақтылық,
күйзеліске төзімділік, табандылық мәселені шешу. Бұл адамның жеке дағдылары екен ғой, кәсібінен бөлек. Енді бұл дағдылар кез келген адамда туыла бітпейді екен. Кейбір балаларда ғана өзінің сондай көшбасшылық қабілеті бар туылады, кейбіреулер жаңағы ораторлық қасиетімен туылады. Енді бізде барлық бала бірдей емес, бірақ барлық ата-ана баласының табысқа жеткен қалайды. Қандай бала болсын, ол жаңағы пассивный бала болса да, оның табысқа жеткенін қалайды. Бірақ осы бұл енді қайт дамытамыз енді. Бұлдай қасиеті жоқ болған балада ынжықтау бала, сәл өз ойын жеткізе алмайтын балалар болады ғой. Біз жаңағы болашақ ұрпаққа білім мен тәрбие беруші ретінде, ұстаз ретінде біз бұл дағдыларды жаңағы дамытуға сәл септік ете алады, ықпал ете алады екенбіз. Белсенді әдістер арқылы, сабақтағы белсенді әдістер арқылы әдебиет сабағында, әдебиет оқу сабағында біз мәтінмен жұмыс істегенде жаңағы софт скилл дағдыларды дамыталады. Көп тоқталмаймын, себебі бұл бұрыннан бар. Бала мәтінді оқиды, өз ойымен, өз сөзімен мазмұндап шығады. Жаңағы бір-біріне айту арқылы. Мына топқа мәтінді мазмұндайды. Келесі біздің бүгін қазіргі әдісіміз сұрақ бойынша талдау әдісі. Мен сіздерді қазір топтарыңызға бір сұрақ берейін. Мәтінді сұрақ бойынша талдау әдісі деп аталады. Бұл мазмұндау әдісіне көп тоқталмаймын. Енді әр топ осы алдындағы сұраққа ортадан бірінші ортадан сұрақ бастарсыздар. Кім деп басталатын үш сұрақ тұрады құрастырасыздар. Не деп басталатын? Яғни не деген сөз арасында кездеседі болады. Бірақ не деген сөз? Яғни сіздер неліктен деген сөз бойынша үш сұрақ құрастырасыздар. Сіздер қалай деп үш сұрақ құрастырасыздар. Яғни бұл әдіс балалардың дұрыс сұрақ қоя алу дағдысын қалыптастырады екен. Кім тобы дайын екен? Тобына осы сұрақтарымызды қойыңыздар. Не тобы жаңағы тыңдап отырыңыздар, жауап бересіздер қазір. Ал араңыздар әсіресе тыңдап отырыңыз. Кім тобы сұрақ қояды? Мәтінді бәрілеріңіз оқып алыңыздар. Мәтіндегі кейіпкердің аты кім? Киелі суды кімдермен бөлістеді? Аңқыштармен. Аңқыстармен деді ма? Киелі суды ішпеу жөнінде ақылдаспақ болып күллі аңқыстарды жинайды. Туған туысқандарын, дос жарандарын, жақындарын. Иә. Керемет. Кім таң қалды? Сүлеймен патша таң қалды. Сиқыршы Сүлеймен болып тұр ғой? Сиқыршы бұл. Сүлеймен деген. Патша емес. Жоқ, патша болған. Сиқыршы патшаға. Енді жауап. Сүлеймен патша таң қалды. Дұрыс па жауап? Дұрыс. Керемет. Я сіздер енді не тобы сұрақтарыңызды неліктен тобына қойыңыздар. Дайын ба сіздердікі? Бишар тобы дайын екен.
Сілеген патша өмір сыйлайтын сыйлы қашан сыйлады? Қашан сыйлады? жаза салыңыз. Енді Сүлеймен патша қашан жаңағы аң мен құстарды жинады? Қашан жинады? Көп ұзамай. Иә, көп ұзамай жинады. Көп құстар қашан келді? Келесі сұрақтары сіздер енді қашан бабаңыздар сіздер жазып беріп жүрсіздер? Қашан тобына келдіңіздер? Ит көк құтанды Сүлеймен патшаның алдына қалай алып келді? Қалай алып келді? Ертіп әкелді, ертіп әкелді. Азғырып әкелші маған деп. Азғырып әкелші деді. Келесі сұрағыңыз. Көктан жері суды қалай ішу керектігін қалай түсіндірді? Қалай? Қалай түсіндірді? Қалай түсіндірді? Барлық дос-жаран, бауырларының. Қашан қолға жауап беру керек? Біреуі жауап беріңіздер. Белсенді болыңыз. Белсенді боламыз. Сұрағыңызды қайтайсыз ба? Көктан жері суды қалай ішу керектігін қалай түсіндірді Сүлеймен патша? Көктан Сүлеймен патшаға киелі суды өзің ғана ішетін болсаң, онда ешкімге бермейтін болсаң деді, тамшысыз да қалдырма деді. Ал сонда сен өмірден бақытты да қуанышты табасың деді. Ал бірақ та ол суды ішкеннен кейін сен өзің жалғыз қоясың. Өкініп өтесің. Жауап қабылдайсыз ба? Келесі сұрақты үшінші. Сүлеймен патша көк құтаны данышпандығын қалай сипаттады? Қалай сипаттады? Сен шынында да данышпан екенсің. Оны маған жүзіне бастап өзен айта алмас едім. Оған риза жоқ. Жақсы. Келесі қай топ дайын екен? Неліктен тобы? Сіздер қалай тобынан сұрақ қойыңыздар? Аққұстарды жинады. Сүлеймен патша сиқыршы оған киелі суды берді, сол себепті барлық аңғи патшаларды киелі суды қалай ішу Неліктен патша көк құтанды шақыруға итті жіберді? Неге басқа жіберді? Көк құтан келмей болды. не үшін ит жіберді? Басқа жауап жіберді. Өмірден пайдасы шықсаңыздар болса, етіп келеді ме көз жіберді? Жоқ, жоқ. Байбалам салатын. Ой, әртүрлі болуы мейірімді болған. Үшінші сұрағыңыз. Неліктен Сүлеймен патша сиқырлы суды ішпеді? ішсе жалғыз қаласың деді, соны Сіздердің сұрақтарыңыз қойыңыздар. Сіздер біз қойдық Күллі аң құстардың ішінен не ғана келмеді? Бізге ме? Көк құтан ғана келмеді. Иә, дұрыс. Не үшін ақ көк құтанды ертіп әкеледі? Не үшін? Сүлеймен патша алып кел деді ғой шақыр. Одан кейін не ең қызық көріп жартам дейді? жалғаннан соқа басың соқпайып жалғыз қаласың, жақын жолының өздеріңіз жауап беріп Сұрақтарыңыз дұрыс болмады. Үшінші сұрақ. Не үшін ішпеді деп? болды салы. Иә. Тамаша, рахмет жауаптарыңызға. Әріптестер, бұл
әдіс баланың дұрыс сұрақ қоя алу білуі. Жаңа мәтіннен дұрыс сұрақ қою және дұрыс жауап ала алуы, я дұрыс сұрақ құрастыруға жаңағы дағдыландырады екен. Жаңағы жауап беріңіздер, дұрыс сұрақ қойыңыздар, және бұл әдісті жақсы орындап шықтыңыздар. Тағы бір әдіс бар, бірақ бұл мен қазір орындамайын деп тұрмын, бірақ өздеріңізге айтайын, алтын іліктен деген әдіс бар. Бұл бір мәтінді бересіздер, бұндай әртүрлі сұрақ қоймайсыздар да, тек қана осы мәтіннен алтын іліктен табып, неліктен деп алтын сұрақ құрастыруға болады. Тағы бір әдіс түрі да, бұл алтын іліктен деп аталады. Келесі енді Былай көтере сақпас көреміз сонысын. ашқансыздар да, енді осы жүректің жартысын табасыздар, жұптасасыздар. Ортаға ашыңыздар да, болмаса, келіңіздер ортаға. Келіңіздерші. Bu жақта жоқ. Келіңіздерші. Жоқ, былай көрмедіңіз. Мына жақта бар ма? Бәрін жұптарыңызды, қолыңызды тағыңызды, бәрін ал енді жүрек болып жұқтасыңыздар. Сен жұқтаған жоқ Келіңіз, екеуміз жүк бола аламыз. Енді бұл жүктік жұмыс істеу үшін балдарға осылай таратамыз. Балдар деп жүкпен жұмыс істейміз. Екеуміз жүк болды қоя. Енді мынандай жүктармен ойласасыздар. Кез келген ақынның бір шумақ өлеңін екеуіңіз де білу керексіздер. Кезектесіп бір шумақты айтып өтеміз. Мысалы, келіңіз екеуміз. Жел балалар Оқығанда көңілге, ықылас пен тоқылық. оқысамыз балалар, Шамнан шырақ жағылар. іздегеннің алдынан, Іздемей асқалар. Бұны осылай жаңағы осылай оқып рахмет сізге. Ойласыңыздар, кетіп тыңдаймыз екен әріптестер. Күз болып, дымқыл тұман желдей басқа. Білмеймін тоңғаныма, тойғаныма. Жыл қайдап, жыл қойнап, бие Келесі жоқ. Ойластырыңыздар. Қалғандар Ғылым таппай мақтанба. Бес нәрсеге асық бол. Адам боламыз. ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз болады. Шамнан шырақ жағылар. Тілегеннің алдынан. Іздемей айталар. Алтын күн аспаны, алтындан даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Ғылым таппай мақтанба. Орын таппай бақтанба. Марланып шаттанба. Ойнап жасырап қайталап Адам болам десеңіз, біреуің өмірің алдыңда оған тәріп десең, рахмет жібек. Шумақ жібек. Ән болады, ән керемет болады. әйелінің жарығын, Сыйладың сен маған. даланың бардығын, Жинадың сен маған. Әннен айтқанда керемет болады. Ықыласпен тоқылық. Рахмет. Бұл жұптық жұмыс әдісі жаңағы балдардың
жұппен жұмыс істей алу, яғни серіктесімен келісімді түрде жұмыс істей алуға әсемпаз болма әрнеге өнерпаз болса сен де бір кірпішті неге ал бізде келесі әдісіміз кедергілерді елемеу әдісі. Яғни бала кейде жаттап келген, үйде жаттап келген өлеңін айтқанда бір сыныптасы күліп қалса да есіне шығып кетеді. Болмаса бір нүктеге қарап айтады. Далада бір нәрсені көріп қалса да есіне шығып кетеді. Енді осы топтың алдында жаңағы ойындағысын еркін айталу дағдысын қалыптастыратын бізде кедергілерді елемеу жаңағы әдісі бар. Міне бүгін мен өнер тілім бар жұрттар деген өлеңді жаттап келдім. Енді мен бірақ бұл әдіс бойынша орында тұруға болмайды. Аралап жүріп айту керекпін, эмоциямен біреудің бетіне қарап күліп, болмаса сізді жаңағы әртүрлі қылықтар жасап айту керекпін. Мен сіздерге бір үлгісін көрсетейін, әр топтан бір адам сөйтіп шығып, қазір орындап келесіздер. Ән болса да болады, ән айтуға болады. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды, айшылы алыс жерлерге, көзіңді ашып жұмғанша жылдан хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге, түн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай, бізде бекер жатпалы, жасөспірім достарым, осыларға таныспай. Мен бәрін айтпай қояйын сіздерге. Осылай аралап жүріңіз. Әртүрлі менен де басқа бір қимылдар істеп айтасыздар. Кім айтады? Әртүрлі болмаса да бір екі адам шықса да болады. Жаңағы екі адам болады. Енді әр топтан шықпаса да кім ерікті түрде өзі мен шығамын деп жатады. Өлең де болса болады, ән айтыңыздар болмаса. Ән болып қой енді. Тойға барасыздар, ән саласыздар екен. Біреуіміз шығамыз. Осы ән сіз балдарыңызға айтасыз ба күнде? Сіз оқушысыз мысалы, жаттап келдіңіз бір өлеңді, кез келген бір өлеңді айтыңыз. Мен сізге үлгісін көрсетейін. Айта қойыңыз. Ән болса керемет болады. Бірақ бір ойланып қалмайсыз. Аралап жүріңіз. Біздер. Сыйладың сен маған, саламын әр күн, жинадың сен маған, сендерге достадың, қарамасам маған, саламын әр күн, жинадың сен маған. Бірақ орында тұрмау керек, бұл арыстың бар несі, мақсаты. Ал енді соңғы тапсырмамыз бізде шығармашылық тапсырма. Бұл жаңағы әнді енді сергіту сәті ретінде қабыл алыңыздар. Мына жерде сіздерге ешқандай бір-бірімен мағынасы сәйкес келмейтін бес сөз берілді. Енді әр бір-біріне ұқсамайтын бес сөз берілді. Осы сөздерден бір мәтін құрастырасыздар. Бірақ мәтіннің мағынасы бүгінгі тақырыптан алшақ кетіп қалмау керек та. Жаңағы біздің мақсатқа ұмтылу, жаңа көшбасшылық, күйзеліске төзімділік деп жатырмыз ғой. Көптеген жаңа икемді дағдылардың сәл айналасында жүрсін, мәтіндеріңізді алысқа, енді кетіп қалмасын, басқа бір мағынамен. Енді сіздерге сондай тапсырма ақпарат берейін ба? Әр топқа бір мәтін.
Arasында осы 5 сөзден құрау керек па или әр сөзден жоқ, андай ғой, бір мәтінде, бірақ кейбір сөйлемдер бұл сөздер кездеспеуі де мүмкін. Бірақ сол мәтіннің бойында осы сөздер болу керек. Мәтіннің бойында әр сөйлемде кездессін деп жатқан жоқ. Себебі сөйлем мен сөйлемді байланыстыру үшін қолданбай да байланыстыруға болады. Баланың жұмыс жасау деген сияқты сөйлемде мәтін деген өзі сөйлемде Hem versiyalarmış. Biz toppen жұмыс жасау барысында баланың жүзден жүрек болуын үйренді. Toppen жұмыс жасау барысында ана жырын жырлады. Іс-шараның соңында түйемен тәжірибелік алаңға сапарға шықтық. Келесі дайын топтар бар ма екен? Не толы? Тәжірибе алаңы деп қойдық. Қалаға жақын Зертас ауылына тәжірибе алмасу ретінде семинарға келдік. Өз білімімізді құмырсқа сияқты еңбектеніп, бүлдірген тергендей білімімізді толықтырып, алдағы уақытта бастауыш оқушылардың асығы алышынан тұрып, білімді болсын деп үміттенеміз. Дайынбыз ба? Кім толы? Кім толы? Бұрынғы кезде мектепке жылқыға мініп қатынаған. Дорбасына жеміс салып алып қатынайтын болған. Үй менен мектеп арасында қатынай жүрем мақал жаттаған, ән айтқан. Енді Абай атамыздың бір шумақ өлеңін оқып жіберейік. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез. Нұрын сырын көруге, көкірегінде болсын көз дейді. Келесі топ қайсыңыз айтысыздар? Қашан тобы? Болмаса неткен тобы сіз айтысыздар ма? Неткен тобы екен? Бізде ертегі, бидай, зауыт, қой, дәптер сөзі берілген екен. Біз осы сөздерге қарап мәтін құрастырдық. Яғни мәтініміз нан деп аталады. Сабақ басталды. Сабақта нанның жасалу жолы түсіндірілді. Нан бидайдан жасалады. Ол диірменге барып тартылып, зауытқа барып өндіріледі. Бидайдың кебегі қойға беріледі. Балаларға нан туралы мақал мәтелді дәптерге жазуға берілді. Болады ма? Енді кері байланыс. Қашан тобы сәл қапты. Қашан деп отырған. Шәбиге қайтамыз. Жайлап тарасып шыға берейін. Жазбай тұрыңыздар. Тоқтамақта атын сарбия бояу қасқырын түсіндіргендей, табиғатты шылай отырып мақталы өлкелерді және табиғат бояуларын сипаттады. Қыс мезгілінде қасқырдың сақина тәрізді жүруін айтылды. Кері байланыс. Бұл рефлексия плюс-минус қызықты рефлексиясы. Яғни бүгінгі сабақта плюс жерлері, минусын байқасаңыз минус жерлерін жазасыз, және қай жері қызықты болып, қызықты жер түртіп қоясыз. Осы маған кейін жинағыла. Балдарға да өстіп рефлексиясын ертеңіз болады, кері байланыс.
Сұрақта бойынша табылды. Яғни бір топқа сұрақ қойылып, жауап беріп келесі топқа кетеді. Көңіліміз керемет көргенді түрлі әдіс-тәсілдерді бір-бірімізбен алмасып, келешектің сабақтарымызда қолданамыз деген ойдамыз. Ең керемет әдісі жүректің жарықшын табу деген әдіс екен. Маған ұнағаны сол. Енді бәрі де жаман емес, жақсы ғой, соның ішіндегі бір ерекше есте қалып жаңа оңай қолданысқа енуге болатын иә. Рахмет, жақсы, еңбегіңіз жана берсін, шаршамаңыз. Белсене қатысқандардың